Тарихқа қарайтын болсақ, 1925 жылдан 1933 жылдың 21 қаңтарына дейін осы қызметте отырған Голощекин тұсында қазақ халқы өз тарихындағы ең ауыр кезеңді бастан өткізді. Аша тұяқ қалмасын. Бай кулактарды кәмпескелеу туралы 1928 жылы 28 тамыздағы қаулы күштеп тәркілеуге ұласып, Совет өкіметі ірі байлармен қатар орта шаруалардың малын да зорлықпен тартып алды. Бұл советтік саяси науқан асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын дейтін ұранмен жүзеге асты. 1929 жылы Қазақстандағы мал басы 40 миллион болса, 1933 жылы 4 миллионға зорға жетті. Оның өзі де ашаршылық жайлаған республикаға. 1930 жылдары аштықтан босып бара жатқан қазақтар. 1933 жылдары сырттан жәрдемге әкелген мал есебінен құралды деген пікірлер бар. Соның кесірінен онсыз да 1921-22 жылдардағы ашаршылықта 30%-нан айырылған қазақ халқы 1931-1932 жылдары тағы да жаппай аштыққа ұрынып, тең жарымы, яғни 2.500.000-ға жуық адамы қаза болды. Кейбір зерттеушілер аштан қырылғандар 3 миллионнан да асып түседі дегенді айтады. Қазақ халқы 1723 жылдары жоңғар шапқыншылығы кезіндегі Ақтабан шұбырынды мен Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде де дәл мұндай қырғынға ұшыраған жоқ. Кіші Октябрь төңкерісін жасамақ болған Филипп Голощекиннің жосықсыз саясатына қарсы жергілікті халық талай рет бас көтерді. Кейбір дереккөздер мұндай көтерілістер мен толқулар Қазақстанның түкпір-түкпірінде бас-аяғы 372 рет болғанын көрсетеді. Кез келген толқу күшпен басылып, қатаң жазаға тартылды. Қазақстанға келгенге дейін-ақ шектен тыс қатыгездігімен танылған Филипп Голощекин ақпан төңкерісінен кейін қамауға алынған Николай патшаны отбасымен бірге азаптап, ешбір сотсыз ақ бір түнде қырып салғандардың бірі болатын. Талай адамды халы жауы деп көрсеткен Филипп Голощекиннің өзі де 1939 жылы антисоветтік ұйым құрды. Орталық комитетке қарсы күрес жүргізді, сондай-ақ гомосексуализммен шұғылданды деген айыппен тұтқындалып, 1941 жылы 27 қарашада атылды. Бірақ сталиндік саяси қуғын-сүргінге ұшырағандар ретінде 1961 жылы ол да ақталды. Бірақ қазақтар қужақ деп атап кеткен бұл адам халық жадында ашаршылықпен бірге қалды. Голощекин қазақты үшке бөліп кетті. 1933 жылы Қазақ өлкелік комитеті хатшылығынан босап, СССР халық комиссарлар советі жанындағы мемлекеттік бас арбитр қызметіне кетіп бара жатқан Филипп Голощекин сол кездегі қазақ коммунистерін үшке бөліп сипаттайды. Біріншісі ұлтшыл уклонистер. Бұлар советтік тәрбиеге елікпейтін, пайдалануға көнбейтін коммунистер. Екіншісі жағдайға қарай бет-пердесін өзгертіп отыратын хамелондар. Үшіншісі барлық қателікті тек Голощекиннен көретін арамзалар. Қазақ тарихшылары да үшке бөледі. Бір қызығы, Қазақстаннан жібі түзу адам көрмеген Филипп Голощекиннің бағасымен келіспейтін қазақстандық тарихшылар да сол кезеңде жауапты қызмет атқарған адамдарды үш санатқа бөлгенді дұрыс санайды. Мәселен, тарих ғылымының докторы Талас Омарбеков Филипп Голощекин төңірегіндегі қазақстандық большевиктер арасында оның озбыр саясатын тежеуге тырысқан және қазақ интеллигенциясын аға Алаш партиясының көсемдері Ахмет Байтұрсынұлы мен Әлихан Бөкейхан. Ұрпақтың демократиялық дәстүрлері негізінде топтастырып, саяси аласапыранда қазақ халқының мүддесін ашық қорғауға күш салған Алаш қозғалысына бүйрегі бұратын азаматтар да болды деп есептейді. Ол бұл топтың қатарына Тұрар Рысқұлов, Смағұл Сәдуақасов, Жалау Мыңбаев, Санжар Асфендияров, Нығмет Нұрмақов, Асфендияр Кенжин, Сұлтанбек Қожанов, Ыдырыс Мұстамбаев т.б. коммунистерді жатқызады. Талас Омарбековтің жазуынша қазақ интеллигент большевиктерінің келесі тобын Филипп Голощекин төңірегіндегі басқарушы бюрократтар, билік иелері құрайды. Жоғарыда аталған топтан бұлардың айырмашылығы республиканың бірінші басшылығына ашық қарсы шықпау, оның ұстанған бағытын, жеке қызметін сынамау, Филипп Голощекиннен түскен нұсқауларды партиялық және мемлекеттік тапсырма ретінде бұлжытпай үлкен жауапкершілікпен мүлтіксіз орындау. Сонымен қатар тарихшының жазуына қарағанда Ораз Исаев, Ғаббас Тоғжанов, Абдолла Асылбеков, Әбдірахман Байділдин, Істай Құрамысов, Сейітқали Меңдешев, Әбдірахман Әйтиев, Елтай Ерназаров,
Хамза сол кездегі жауапты қызметтегі коммунистердің қызмет құмары болғаны, үкімет қызметіндегі мәртебелі орнынан айырылғысы келмей, лауазымды қызметті туған халқының мүддесінен жоғары қойғаны анық. Голощекиннің тарихи бейнесі анықталғанмен, оның төңірегінде жауапты қызметтер атқарған қазақ большевиктер әлі күнге дейін әрқилы бағаланады. Оның тұсындағы ашаршылық пен қуғын-сүргінді көрмеген қызметкерлер жекелеген зерттеулерде ғана айыпталады. Ал оларды мемлекет және қоғам қайраткері деп санайтын жергілікті жерлер кейбіріне тіпті ескерткіш қойып, есімдерін қала көшелері мен оқу орындарына беріп отыр.